Қазақстандық жеңіл атлет Елизавета Матвеева Азия чемпионатының қола жүлдегер атанды. Ол Қытайдың Чунцин қаласында өткен өзінің алғашқы құрлықтық додасында секіру дисциплиналары бойынша үздік үштікке енді. Бүгін ел атынан тағы 2-1 отандасымыз финалда бақ сынайды. 3 қарғып секіруден Мария Ефремова мен сырықпен секіруден Полина Иванова жүлдеге таласады. Отандық спортқа қатысты өзге жаңалықтармен әріптесім Мерей Қанапия таныстырады. Астана футболшылары айына 100 000 теңге алады. Елордалық клубтың бас бапкері Григорий Бабаян командасы оқжетпестен ұтылғаннан кейін осындай күтпеген мәлімдеме жасады. Ойыншылар сол үшін алаңда нәтиже көрсетуге құлқысыз дейді. Айтуынша, команданы қаржыландыратын қор жаңа футболшылармен қазіргі ойыншылармен де келісімшарт жасауға тыйым салған. Салдарынан олар өте аз жалақыға ойнауға мәжбүр. Біз ұзақ уақыттан бері үнсіз келдік. Осы ойынның алдында бізге назар аударады деп үміттендік. Футболшылардың көбісі 100 000 теңгеге ойнайды. Бұл дұрыс емес. Түптеп келгенде Қазақстан футболында мұндай жағдай тіптен жоқ. Команда капитаны Томасовты дәл осындай ақшаға ойнайды. Осыдан кейін құлшыныс қайдан болсын? Жетісу облысында ауыр атлетикадан ел біріншілігі аяқталды. Жарыстың соңғы күнінде 110 келіден жоғары, яғни аса ауыр салмақтағы ерлер жүлдені сарапқа салды. Нәтижесінде шымкенттік Бағдат Маматкул топ жарып алтыннан алқа тақты. Ол жұлқа көтеруде 156 келіні бағындырса, серпе көтеруде 208 келіні еңсерді. Қоссайыста 371 келімен жарыс жеңімпаз атанды. Ал екінші, үшінші орындарды жергілікті спортшылар бөліп алды. Бір аптаға созылған жарыс қорытындысы бойынша Жетісу облысының спортшылары жалпы есепте топ жарды. Яғни ерлер мен әйелдер арасында да көш бастап тұр. Бұл жарысқа 60 кг салмаққа шықтым. Жұлқа көтеруден 123 кг көтеріп Қазақстан Республикасының рекордын жаңарттым. Және серпе көтеруден 148 кг көтердім. Жалпы суммасында 271 кг жинақтадым. Алдағы мақсат жылдың соңында әлем чемпионаты бар. Соған дайындаламыз. Ең мықты деген спортшылардың бәрі бірінші составтан қатысып жатыр. Осы жарыстың нәтижесі бойынша Азия ойындары қыркүйек айында Японияда болатын. Соған іріктеуге жолдама алады. Александр Бублик әлемдік ATP рейтингінде қайтадан үздік 10-қа енді. Еліміздің бірінші ракеткасы саналатын ол 11-ден 10-шы орынға көтеріліп, өзінің үздік көрсеткішін қайталады. Еншісінде 3230 ұпай бар. Қазір жерлесіміз осы аптада Швейцарияда өтетін турнирге дайындалып жатыр. Онда ұпайын ұлғайтуға тамаша мүмкіндік бар. Әзірге италиялық Янник Синер көш басында тұр. Екінші орынға испаниялық Карлос Алкарас жайғасы, үздік үштікке германиялық Александр Зверев кірген. Ал еліміздің екінші ракеткасы саналатын Александр Шевченко 85-тен 89-ға, Тимофей Скатов 188-ден 191 орынға төмендеген. Әзірге айтарымыз осы, спортшыларымызға тек сәттілік тілейміз.